Сәлем студенттер, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз жалпы Facebook парақшамен танысатын боламыз. Бұл жерде, егер сізде Facebook парақшаңыз жоқ болатын болса, создать новый аккаунтты басып, өзіңіздің жеке куәлігіңізде жазылған аты жөніңізді жазасыз. Дата рождения, пол, мына жерге номер телефоныңыз бен почтаңызды жазып, зарегистрироваться басасыз. Егер бұл жерде жеке куәлігіңіздегі аты жөніңізді жазбасаңыз, егер мета ертең фейсбугіңізді блокқа кетірген жағдайда, сіз өзіңіздің сол удостоверениені көрсету арқылы блоктан шығарып алатын боламыз. Егер Facebook аккаунтыңыз бар болатын болса, өзіңіздің Facebook аккаунтпен кіріп таргет шығаратын боламыз. Бұл жерде міне мынау менің Facebook парақшам, главный аккаунтым. Facebook парақшамыз егер ертең біз таргет шығаратын кезде үлкен рөл ойнайды. Неге? Себебі бұл Facebook парақша бізде жақсы қыздырылған болу керек. Қыздырылған дегенде фото, видео салып, достарымызға, мына алдымыздан шыққан публикацияларға лайк басып, комментарий жазу арқылы біздің осы метаның алдында біз робот емес, активный жаңағы пользователь ретінде өзімізді дәлелдеуіміз керек. Сол үшін де Инстаграмыңызға осы Фейсбукты тіркеп қойсаңыз, сіздің Инстаграмға күнделікті салып жатқан сторис, рилс, фото, видеоларыңыз осы жаққа автоматом түсіп отыратын болады. Егер жақсы қыздырылған Facebook болатын болса, таргеттің алту ықтималдылығы да өте жоғары болады. Сіз бүгін, например, бүгін Facebook парақша ашып, ертең таргет шығара алмайсыз. Кемінде бір апта, бір жарым апта Фейсбукты қыздыру керек. Сол кезде жақсы нәтижеге қол жеткіземіз. Мына жерде, мына жақтан кірсем де болады, мына жақтан, мына менің главный аккаунтым. Бұл жерде сіз өз фотоңызды қойып қоясыз, және айтып өткенімдей, біз Фейсбуктың алдында өзіміздің активный пользователь екенімізді дәлелдеуіміз керек. Ертең біздің страница блокқа кеткен жағдайда осы фотомызды, жеке куәліктегі фотоны көрсету арқылы біз блоктан шешіп алатын боламыз. Мына жерге өзіңіздің фотоңызды міндетті түрде қоясыз, аты жөніңізді жазасыз, қай жақта оқыдыңыз, қай жақта тұрасыз, мына жақта фото, видеоларыңызды салып қойсаңыз болады. Міне осылай достарыңыздың пост рилстарына лайк басу арқылы өзіңіздің активностіңізді жоғарылататын боламыз. Бірақ айта кететін жайт, біз бұл өзіміздің главный аккаунттан таргет шығармаймыз, оның ішінен бизнес парақшалар ашатын боламыз. Оны келесі сабақтарда көрсететін боламын. Бұл Фейсбукта двухфакторный аутентификация қойып алыңыздар, себебі мошенниктер Фейсбукта өте көп жүреді. Егер сіздің Фейсбукқа біреу взломать етіп кіргісі келсе, де кіре алмайтындай етіп двухфакторный аутентификация қоямыз. Оны қалай қоямыз? Мына жақта өзіңіздің суретіңіздің үстінен басасыз, настройки конфиденциальности басамыз, настройки, больше настроек в центр аккаунтовты басып, мына жақта пароль безопасность деп тұрады. Міне двухфакторный аутентификация. Осыны басасыздар да, өзіңізге сообщение код келетіндей қылып, болмаса звонок келетіндей қылып жасап аласыздар. Жалпы Фейсбуктың іші осылай. Келесі сабақта сіздерге бизнес парақшаны қалай ашу керектігін айтатын боламын.